Жұмсақ үлпілдеп тұратын воздушный булочка жасағыларыңыз келсе, дәл осы рецепті пайдаланып көріңіздер. Достар, міндетті түрде ұнайды деген ойдамын. Өзіме де қатты ұнады. Керемет шықты. Қазіргі кезде синнабонның булочкасы хит болып жүрген, соны айтсақ та болады. Бізге керегі 300 грамм сүт, 1 қасық дрожжи, 5-6 қасық қант, барлығы үлкен қасықта. Сүтіміз жылы күйінде болу керек. Жаңында қантымыз, дрожжымыз еріп, жақсы әсер ету үшін 1 жұмыртқа кетеді. Осылардың барлығын жақсылап араластырып аламыз. Және де бізге общий 600-700 граммдай ұн кетеді. Соның кішкентай бір бөлігін басында салып араластырып аламыз. 80 граммдай сливочный майды ертіп дайындап қоямыз. Оны жылы күйінде қосамыз. Қатты ыстық болмау керек, достар. Ары қарай ұнымызды аз-аздан салып, венчикпен араластырып отырамыз. Осындай біркелкі смес шығарып, пока қоюланып қамырға айналғанша. Қамыр болғаннан бастап қолымызбен илетін боламыз. Достар, менің каналым ұнап жатса, тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырып, қолдап кетулеріңізді сұраймын. Ары қарай қолымызбен илейміз. Және де ең соңында тағы да 50 граммдай сливочный маймен қамырымызды илейміз. Қамыр өте жұмсақ болады. Осындай қолымызға жабысып тұратындай. Сливочный маймен илеп біткеннен кейін қамыр жабыспайды, бірақ жұмсақ болады. Осындай керемет біркелкі етіп илеп, ыстық жерге қойып қоямыз. Қамырымыз жақсылап көтерілгенше бізге 50 грамм мак, 50 грамм қантты араластырып блендерден өткізіп дайындап аламыз. Бұған 50-60 миллиграммдай сливочный майды ертіп құйып, осындай біркелкі смес шығарып араластырып аламыз. Осы жетеді, жақсылап араластырсаңыздар, 50 грамм май жетеді. Ары қарай жақсы көтерілген қамырымызды алып, жаңағындай жаямыз. Жабысып қалмау үшін кішкене сұйық маймен майласаңыздар болады. 1-2 мм, 2-3 мм қалыңлықта жайып, ішіне жаңағындай макты салып, рулет жасаймыз. Рулетіміз тығыз болу керек, мак шашылып кетпеу үшін. Ары қарай өздеріңіз қалаған размерде уже кесіп аласыздар. 180 градуста 40 минутта піседі. Әркім духовкасы әртүрлі, сондықтан градусты минутын өздеріңіз реттеп алыңыздар. Пісірмей жатып, тағы да 40 минутқа осындай қойып, бетін жауып қойсаңыздар болады. Жақсылап көтерілген, міне осындай көтерілгеннен кейін барып пісірсеңіздер, воздушный болып піседі. Бетінде менде сгущенка маймен жасалынған крем, ал сіздер творожный сыр және сахарный пудрамен крем жасап жақсаңыздар болады. Сау болыңыздар.